Қазақ халқы көшпенді тұрмыс кешіп, төрт түлігін өргізіп жүріп ақ тұтас тұрмысын төрт ауыз сөзбен түйіндеп кеткен еді. Жұлдызға қарап жорамал жасап, айға қарап алдағысын болжаған. Әр салада қадау-қадау ғалымы бар, тіпті байтақ даланың астындағы байлықты да зерттеді. Кені мардымсыз боп саналған, Жезқазғанды ірі мыс кен тасты аудан қатарына көтерген Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 1899 жылы 12 сәуірде қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауданында Имантай бидің отбасында дүниеге келеді. Өмірге тағы да ат ұстар келіп, қуанышы еселенген әулет нәрестенің есімін Ғабдулғани қояды. Үлкен ұлы Ғабдулғазизді Бөкешім деп еркелететін анасы Ғабдулғаниен Ғаниім Қанышым деп шақыратын. Сауатын ауыл молдасынан ашқан болашақ ғалым облыстық мектеп табалдырығын аттағанда журналға есімі Қаныш болып жазылып кетеді. Ғалым 1911 жылы Павлодардағы орыс қазақ училищесіне түседі. Ол 3 жыл ішінде 4 жылдық бағдарламаны меңгеріп, артынша Семейдегі мұғалімдер семинариясына оқуға аттанады. Аяғасы денсаулығы сыр берген соң тез арада емтихан тапсырып ауылына жетеді. Өкпеден қысқан дертті саумалмен емдеу үшін біраз уақыт туған жерінде қалады. Бірақ ол қол қусырып отырмайды. Қазақ мектептеріне арналған алғашқы алгебра оқулығын жасауды бастайды. Оның ғылым саласына деген қызығушылығы осылай басталған еді. Ғалымның геолог болам деген арманына бағдар берген Михаил Усовпен кездесу еді. Баянауылға қымызбен емделуге келген кеңес геологымен әңгімесі жарасып, 1921 жылы халық сотындағы қызметін тастап, Томскідегі техникалық институтқа түседі. Осылайша жер асты байлығын зерттеу жолындағы ұзақ сапары басталады. Қазақ жерінде ұлттық ғылым академиясын құру идеясы екінші дүниежүзілік соғыс жүріп жатқан уақытпен тұспа-тұс келеді. Қаныш Сәтбаев алда қандай қиыншылық күтіп тұрғанын білсе де, Қазақ КСР академиясын ұйымдастыруды табанды түрде қолға алады. Еліміздегі геолог мектебінің негізін қалаған тұлға 1946 жылы Қазақстан ғылым академиясы салтанатты түрде ашылғанда тұңғыш президенті болып сайланады. Содан бері бұл қара шаңырақ ғылымның сан саласына қадам басқан жанға жол сілтеп келеді. Ғалымның негізгі ғылыми еңбектері Қазақстанның минералды ресурстарына арналады. Ол Жезқазған кенін зерттеу, орталық Қазақстанның металлогендік және болжам картасын жасауға көп еңбегін сіңірді. Бұрынғы геологиялық еңбектерге терең талдау жасап, нәтижесінде Жезқазған аймағында кең көлемдегі барлау жұмыстарын ұйымдастыруға болатын ірі нысан екенін дәлелдеген. Кеңес геологтары алғашында кеніштің мүмкіндігіне күмәнмен қарап, барлау жұмыстарына қаржы бөле қоймайды. Ғалым бірінші жылы берілген бір ғана бұрғылау құрылғысын қанағат тұтты. Екінші жылы Қаныштың барлау жасау үшін жасаған өтініші қанағаттандырылмайды. Ол жолында кездескен тосқауылдарға тоқтаған жоқ. Қаншама есікті қақты. Қара бастың қамы үшін емес, қазақтың ертеңі үшін. Ақыры айқын мақсатқа жетті. 1928 жылы қазан айында Қарсақбай зауытынан алғашқы мыс алынды. Бұл елді елең еткізген жаңалық Сәтбаевтың келесі қадамдарын нақтылауына сеп болды. Өлкедегі кең байлықты жалғыз Қарсақбай зауыты арқылы игеру мүмкін емес екендігін алға тартып, Жезқазған өңірін дамыту бойынша бірнеше басшының алдына барды. Кері тартқандар да табылды. Бірақ алған бетінен қайтпайтын академик тағы да оң нәтижеге қол жеткізді. 1936 жылы 25 наурызда Жезқазған мыс балқыту комбинатын, теміржол мен су қоймасын салу туралы бұйрық шығарды. Бұл елсіз жатқан далаға заманауи қала құрылысын бастауға негіз болды. Ал оның басында қазақтың Қанышы тұрды. Тау тұлғаның есімін еске алып тұрар Жезқазғаны геологиялық институты, ұлттық ғылым академиясы бар. Есімі берілген қала, көше атауларын қоспағанда жер қойнауын зерттеген жанның аты көкте жарқырап тұру тиіс деген ниетпен 1979 жылы 2402 санындағы Жұлдыз Сәтбаев ғаламшары деп аталды.